Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, құрметті біздің тыңдармандарымыз. Түркістан облысы Дін істері басқармасының тапсырысы негізінде біз қазіргі таңда дін саласындағы өзекті мәселелермен, елімізге танымал тұлғалармен, сарапшылармен, осы саланың доктор профессорларымен түрлі тақырыптарда мәселелерді көтеріп жүрген жағдайымыз бар. Бүгінгі таңда дін мен қоғамның байланысы және оның қоғамдағы орны мен рөлі туралы кеңірек тақырыпты тарқату үшін студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Ендеше таныстырып өтейік. Досай Тұрсынбайұлы Кенжетай Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің теология факультетінің деканы, философия және теология ғылымдарының докторы, профессор. Ұстаз, жалпы біздің студиямызға қош келдіңіз. Қош болдық. Жалпы ағай, өзіңіз білетіндей, бүгінгі тақырыбымыз діннің қоғамдағы рөлі. Өзіңіз жақсы білесіз, бүгінгі таңда діннің атқарып жатқан функциялары, сондай-ақ әлеуметтік мәселелерді көтерілуі, сонымен қатар діннің түрлі қоғамдағы мынау біріктіруші, бөлшектеуші факторларының бар екендігі туралы бірнеше сарапшыларымыз әлеуметтік желіде қазіргі таңдағы соңғы оқиғаларға байланысты мәселелер көтеріп жүр. Енді бүгінгі біз тақырыбымызды ашықтап алсақ, жалпы қоғам және дін деп отырмыз тақырыбымызды. Осы орайда қоғам дегеніміз не және дін дегеніміз не, діннің жалпы әлемде қандай түрлері бар? Қазір енді біздің қоғамда шынымен күрделі бір санада, ойлауда, әрекетте көптеген өзгерістер болып жатыр деп ойлаймын. Бұнда орталық тақырып дінге де айналып кетеді, кейде саясатқа айналып жатады. Бірақ қоғамда негізгі қуат бұл дін шын мәнінде. Себебі қоғам болу үшін ол дін болу керек. Қоғам деген сөз ол мәдениет, ол өркениет, ол белгілі бір жамағаттық, өзара аксиологиялық, ритуалдық, аксиологиялық, дүниетанымдық нормалармен тұтасқан топты біз қоғам дейміз. Оның нормалары, аксиология жүйесінің бәрі бір болып тұрса, онда қоғам. Ал енді сол аксиологияларды бірлестіріп тұрған не дейтін болсаңыз, ол дін. Демек, қоғам дінсіз өмір сүре алмайды шын мәнінде. Ал енді адамның өзін жеке алатын болсаңыз, қоғамның бір бөлшегі немесе өкілі ретінде алатын болсаңыз, адамда білу, тану, сену, сезу, мойынсыну деген акциялардан тұрады. Ол адам білу керек, ол адам тану керек, ол адам сену керек, ол адам сезу керек, ол адам мойынсыну керек. Бұл акциялардың барлығы табиғи нәрсе, оны біз жоя алмаймыз ешқайсысын. Совет өкіметінің кезінде, позитивизм кезінде біз оларды шектедік шын мәнінде. Мысалға, ғылыми таным ақиқат өлшемі болып есептелген кезде адамда білу мен тануды ғана алға шығарды. Оның адамның сенуі, сезуі, мойынсынуы деген мәселені мойындамады. Демек, адамның Алламен қатынасы деген мәселені бәрін өшіріп тастады. Қасақана. Сол себептен өзі дін дегеннің өзі антропоморфтық, адам бейнесінде түсінсең, діннің басы діни сенімнен тұрады. Одан кейін барып кеудесі діни таным, аяғы діни тәжірибе, ал жүрегі діни сана болып есептелінеді. Діни сана деген сөз ол адам деген сөз. Діни таным деген сөз ол мынау уақыт пенен қалыптасатын құндылықтар платформасы. Діни тәжірибе деген ол тарихпен байланысты, уақытпен байланысты, анау кеңістікпен байланысты, көрдіңіз бе? Демек, бұл не деген сөз? Дін культивациялық функциясы бар діннің. Кез келген адам өзінің қоршаған ортасын субъект ретінде қоршаған объектілерді игеру керек, менікі деу керек. Ол үшін ол көптеген ритуалдық, құрылыстық, сәулеттік, моральдық, этикалық, өркениеттік бүкіл құндылықтарды ол қоршайды. Соның ең біріншісі, діни ритуал тұрған кезде бұл мазар, жерлеу рәсімі болу керек қой енді. Адамның туғаннан өлгенге дейінгі уақыт пен кеңістік аралығында барлығы осы дінбенен қатысты өзінің қоршаған ортасын мәдениеттендіреді, культивациялайды. Онсыз ол қоғам айналмайды. Онсыз ол мемлекетке де айналмайды. Онсыз ол өзінің құқықтық негіздерінде қоя алмайды. Құқықтық неге ол нормалардан тұрады оның бәрі. Ал оның ең басты мәселесі дәстүр салттың өзі сондай. Мынау болмайды, мынау болады, мынау дұрыс, мынау бұрыс, мынау жақсы, мынау жаман дегеннің өзі аксиологиялық нормалар. Оның артында сакралдық әлем жатады бәрібір.
көрдіңіз ба? Сондықтан қоғам дінсіз болмаған адамзаттың тарихын біз дінсіз елестете алмаймыз. Ол солай. Себебі мынау бізде филологтарда немесе тілшілерде бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш деп жатамыз. Бұлардың бәрі қарасаң белгілі сұрақтарға жауап беріп жатыр. Кеңістікпен өлшенетін, қайдан келетіндігі өлшенетіндігі сұрақтар, біз онша мән бере бермейміз шын мәнінде. Бірақ қарап отыратын болсаңыз, адамдағы ең басты сұрақтар. Себебі адам жоғарыда көк, төменде жер, ортада адам баласында көзбен көрінетін 5 мүшесі бар жұмыс істейтін адам. Әрдайым сұрақты осылай қояды: қайдан келдім деген сұрақ қойылады. Қайда барамын? Барсаңыз, барыс септігі, жаңағы табыс септігі дегендер бәрі сөйтіп жатады. Одан басқа адам мынау рух әлемі. Бұл өте сырлы әлем. Өзіндегі, оның қайдан келгендігі, этимологиясы, түбі, тамыры деген кезде бәрі сол киелі әлеммен байланыстырады. Содан кейін бір байқасаңыз, бүкіл жер бетін мекендеген бүкіл халықтың рух туралы, этимологиясы туралы мағынасының бәрі бірдей. Бәрі желменен, ұшумен рухтың этимологиясы. Рух, мысалға, рих, арабша жел деген сөз. Орысша дух, духават, ол да желге байланысты. Ағылшынша соул дейді, ол да сол желге байланысты. Біздің өзіміздің түркі тілдерінде, Дивани лұғати түрк, Қашқаридың тілінде рухты тін деп атаған. Тін дегеніміз бүгін тыныс алу деген сөз. Ол да денмен байланысты. Яғни дін феноменологиясы адамзаттың ортақ ойлау жүйесінің бар екендігін көрсететін бірден бір ақиқат шын мәнінде. Жерлеу де солай, рухтың ұшуы. Болмаса жұмақ, тозақ деп жатамыз. Жәннат, жаһаннам деп жатамыз. Мысалға, жұмақ деген ұшудан келеді. Ұшмақ, ұшпақ. Біз ұшпақ деп айтқанбыз. Кейін жұмаққа айналып кеткен. Жаңа Дивани лұғати түркта ұшмақ еркіндікке жету деген сөз. Рухтың еркіндікке жетуі. Ұсталып қалу ше, тұзаққа түсіп қалуы. Оны тозақ деп атаған. Тозақ деген, тұзақ деген мағына этимологиясы. Ал енді арабтардың тілігінде жәннат, жаһаннам деген ол басқаша. Жәннат деген жап-жасыл бау-бақша, астынан қаншама бұлақтар, сулар ағып жатқан. Яғни бұның бәрі аналогия, көрдіңіз бе? Біздің аналогиямыз тікелей адамның рухымен қатысты. Яғни адамның рухының еркіндікке жетуі, болмаса ұсталып қалуы деген сияқты. Сондықтан дін біздің бүкіл дүниетанымдық, өркениеттік, моральдық, этикалық, әлеуметтік, құқықтық бүкіл қабатымызға жауап беретін феномен, құбылыс. Біз соны қабылдаймыз. Совет өкіметі ғана кезінде оны қасақана деп айтайық, діннің ақиқатын сезіп біліп тұрғанмен де оны жоққа шығару керек болды. Себебі үлкен бір тенденция болды. Позитивизм болды ол кезде. Позитивизм жаңағы Алланы адам менен әлем қатынасымен ғана қалдырып, екеуін жекедері қалдыру керек. Жаңағы субъект, объект қатынасымен де қалдыру керек болды да. Сонымен киелік әлемі, метафизика, Алла туралы ұғымдардың бәрін жоққа шығарды. Сөйтіп адамды жеке сынап көрді. Сонда адам бүкіл тарих бойынша өткен шағы, бүгіні, келешегі 3 тарих категориясында жинаған тәжірибелік құндылықтарының көбісінен айырылып қалды. Көрдіңіз бе? Демек, құндылықтарды жинақтаушы қуат бұл дін. Ал енді бізде мынау ғылыми таным, діни таным, философиялық таным, оккульттік таным, танымдар көп адамды қоршаған. Познавательный қабаттар дейміз ғой жаңағы. Бұл әр қабатқа, мысалға, философияның сұрағына адам өзін басқаша жауап береді. Діннің сұрағына адам басқаша жауап береді. Ғылымның сұрағына адам басқаша жауап береді. Себебі діннің орталығында сенім тұр. Сенім деген ол таныммен де, басқа ғылыми таныммен де, философия таныммен де үйлеспейді ол. Себебі ол солай қабылдайсың. Қазақша мен осы жерде әрдайым айтамын студенттерімізге. 53 жылдан кейін, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Корея екіге бөлінеді. Оңтүстік және солтүстік болып. Сол жерде НАТО жағынан да, Варшава жағынан да әскерлер қатысады. Соғыс, қан майдан. Ақыр аяғында қаншама жазықсыз солдаттар, әскерлер қайтыс болады, өлді. Сөйтіп сол жерде бауырластар деген мазар бар, зират. Сол зиратқа дүнияның түкпір-түкпірінен журналистер келіп жатыр. Біреу христиан дінінде, біреу будда дінінде, біреу ислам дінінде деген сияқты ғой енді.
содан бір христиан қолында бір құшақ гүл бар, жаңа мазарға барып гүлді қойып жатса, қасында бір буддист жалпақ тәрелкеге күріш салып жатыр екен. Соны бір келеке ету үшін сұрайды ғой: ей буддист, анау сенің бауырың тәрелкедегі күрішті қашан жейді дейді ғой. Сонда анау бірден айтады: сенің бауырың мазардағы, гүліңді иіскеген кезде менікі де сол күрішті жейді дейді. Яғни дін деген нәрсе бұл иманға байланысты, сенімге байланысты. Әйтпесе Хазіреті Омардың естелігін білесің ғой? Солқылдап күледі, жылайды. Не болды деп сұраған кезде жахилия дәуірі есіме түсіп кетті дейді. Қамырдан пұт жасап алады, қарны ашқан кезде пұтты сындырып жеп алады мысалы. Көрдіңіз бе? Яғни бұл иман мәселесі, сенім мәселесін біз ешқандай жаңағы өлшей алмаймыз. Адамдағы сенімді, иманды, ал бірақ танымды, жаңағы ғылыми танымды, философия танымды бәрін өлшей аламыз да, ананы біз өлшей алмаймыз. Себебі ол ана-жақпен байланысты болады да. Міне дін құбылысының өлмейтіндігі, өміршеңдігі, оның адам бойынан әрдайым ажырамас бір құбылыс екендігін осыдан анықтауға болады. Кейбір ғалымдар деп айтты, жаңа діннің түрлері деп, мысалы анимистік діндер, ұлттық діндер, қауымдық діндер, тайпалық діндер, бұның барлығы шартты анықтамалар шын мәнінде. Мен сізге бірдеңе айтайын. Адам бұл Алла тағаланың жаратқан болмысы ретінде, ол Африкада да адам. Бізде европоцентристік тенденция болды кезінде. Ойбай, артта қалып бара жатқан қоғам, озып бара жатқан қоғам, дамыған қоғам, кемелденген қоғам деген сияқты. Ницшенің өзінде де бар, Фарабидің өзінде де бар, мысалы әл-Мәдинатул Фадила, бұл бұрынғы шаблондар, гректік ойлау жүйесінен қалған. Соның негізінде Африкадағы Зулу деген бір тайпаны адамзаттың ең соңғы дамымай қалған, тыржалаңаш жүретін, көйлекті киюді білмейтін деген сияқты сөз ойлайды. Соларда дін бар ма екен деген сұрақ қойылады да, сөйтіп айтады: жоқ, оларда анимистік дін бар дейді. Бәрі рух бар да, бұл жерде рух бар. Адамның рухын мойындалып тұр. Бірақ шын мәнінде адам санасы бірдей. Адамның адам болған жердегі санасы ешқашан өзгермеген. Құралдар ғана өзгерген, инструменттер ғана, техникалар ғана өзгерген. Біз соны мойындай алмай жатырмыз. Неге? Себебі біздің санамызға өркениет дегеніміз бұл техника, ғылым деп сіңіріп қойған барлығына. Бірақ өркениет дегеніміз не дейтін болсаңыз, ол адаммен өлшенеді. Адамның ішкі жан дүниесі, моральдық, этикалық жүйесі, санасы, көрдіңіз бе? Осымен өлшену керек. Адамға қарай қалай бет бұрдың, адамды қалай қадірледің, қадірлеудің жолдары, танудың жолдары, тұлғалығын ашудың жолдары, мысалға адамға деген махаббаттың жолдары, есігі, бұның бәрі дінмен ғана мүмкін нәрселер. Түсіндіңіз бе? Сондықтан өркениеттің өзінің мазмұнында дін жатады. Біз осылай түсіндіріп жатырмыз қазір. Ол бұрынғы позитивизмді қазір аттадық. Рахмет. Жалпы біз енді әлеумет, қоғам, оның орнындағы діннің рөлі, сондай-ақ қазіргі таңда мынау діннің бөлшектеуші функциясының көп қызмет етіп жатқандағы себебі болған түрлі діни ағымдардың пайда болуы, біздің қоғамға енуі туралы да кішкене сөз қозғасақ деп отырмыз. Жалпы діни ағымдардың зардабынан, болмаса діни ағымдардың іс-әрекетінен қоғамды таза айықтыруға, тазалауға болады ма? Өте жақсы сұрақ қойып отырсың. Жаңа қоғам дедік. Адамның қоғамдасуының өзі құндылықпен өлшенеді дедік. Құндылықтың артында дін бар дедік. Енді қоғам мен қоғам арасында диалог бар. Қоғам мен қоғам арасында қақтығыстар бар. Қоғам мен қоғам арасында сұхбат бар. Одан кейін тек қана адамды қоршап тұрған танымдар дін ғана емес қой. Ғылыми таным бар, философиялық таным бар, оккульттік таным бар, тарихи таным бар. Діни таным соның ең бастысы, бірақ жалғыз емес. Сонда идеологиялар, саясаттар, басқалар кіріп кеткен кезде, немесе миссионерлік қоғамдар, өзін біз енді жабық қоғам емес қой, қазір енді ашық қоғамбыз. Кезінде жабық қоғам совет өкіметінен көрдік. Сол кезде сыртқы ықпалды күштер болады, саяси орталықтар болады, оны кейбір саяси тұрғыдан қолдауы да мүмкін. Сол кезде діни сенімнің өзі
саясатқа, модаға, идеология айналып кетуі мүмкін. Міне осындай жағдайда қоғамның әрине дилемма пайда болады. X, Y немесе Z бұл табиғи нәрсе шын мәнінде. Бірақ одан кейін қоғамның арасында мен және ол деген пайда болады, мен және сен деген пайда болады. Яссауи бекерден бекер айтпайды ғой, мен жаңағы сен мен деген халайықтан қаштым міне деген. Ол әрдайым болып тұрған нәрсе. Мысалы, оны біз трагедия санап, ойбай мына екен деуге болмайды. Кезінде біз Совет үкіметі құлады, ашық қоғам орнады, жабық қоғам бітті. Сонда бүкіл дін атаулы өкілдерінің бәрі біздің топыраққа келе бастады. Буддисі бар, христианы бар, исламы бар. Барлығы өзінің діндерін, менің дінім жақсы деп жаңағы былайша рынок сияқты ғой, қарасаң, рухани рынок шын мәнінде. Себебі ана өзіңе тартуым керек, өзінің жаңа жақтастарын іздеуім керек деген сияқты. Бұл қазіргі мынау демократиялық, республикалық жүйелерде бұл тоқтамайтын процеске айналып кетті да. Соның нәтижесінде біздің өзімізде сәләфилік, вахабилік тенденциялар, басқа тенденциялар дәнін егіп үлгерді. Кришналар да дәнін егіп үлгерді. Христиан, оның ішінде католиктер мысалы біздің Қарағандыда дәнін егіп үлгерді. Жемісін беріп жатыр қазір біздің қазақ қаракөз балаларымыз сол католик шіркеуінің бастығы болып отыр қазір мысалға. Біздің Қызылордада мысалға кришналар мысалға өте басым деңгейде жұмыс істеп жатыр. Экономикада қызмет етіп жатыр. Экономика саласында меңгеріп жатыр. Вахабилік, сәләфилікте базар басқа кеше Ринат айтып отыр ғой, мысалы бекерден бекер айтып отқан жоқ. Бүкіл базардың экономикасының барлығы қазір вахабилік, сәләфилік сақалларының қолында мысалға. Бұл не деген сөз? Бұл табиғи нәрсе, бұны трагедия қылуға болмайды деп айттым. Біз әлхамдулилля тау 700 жылдардан бастап Атлас соғысынан бері қарай исламмен қаныққан, танысқан, өзінің болмысын солай қалыптастырған қазақ деген ұлтпыз біз. Қазақ ұлтының негізгі анықтауышы ол мәдениеті. Мәдениет 18 қабаттан тұрады. 18 қабаттың біріншісі тіл қабаты, ішін жарып тахлил дейді ғой, жаңағы анализ жасайтып қарайтын болсаңыз, бізде жіліктеу дейді ғой, қойдың бәрін кәдімгі терісін сыпырып ішіне алып 12 жілікке бөліп тастаймыз. Сол сияқты дінді де солай жіліктейтін болсаңыз, мәдениетті, сонда 18 қабаты бар ішінде. Соның бірінші қабаты тіл. Тілдің ішін ашып қарайтын болсаңыз, біздің моральдық, этикалық, аксиология, құқықтық бүкіл терминдеріміз арабша. Мысалға, әділет деп айтасың ба, қанағат деп айтасың ба, махаббат деп айтасың ба, қанағат, рахым дейсің ба, мейірім дейсің ба, мысалға, обал, сауап дейсің ба, барлығы араб тілінен енген. Демек, біздің мәдениетіміздің бірінші қабатының өзіндегі арабша, яғни ислам арқылы араб сөздер енді ғой, сол сөздер ол менің сөзім артық бұдан кейін. Себебі ол сөзді арабтың сөзі екен, арабизм екен деп мен арабтарға қазір қайтарсам, мысалға, әділет деген сөз олар өйтіп қолданбайды. Олар адалет деп қолданады. Адалет. И басқа мағынада. Біздің анықтамамыз басқа. Қанағат деген сөзді айтамыз әрдайым. Қанағат деп арабша айтсаң, сөздік мағынасы. Анықтамасы басқаша екен, ол бірінші произношение дұрыс емес оларда. Қанаа дейді олар. Біз қанағат деп айтамыз. Бір басқаша мағына. Яғни ол арабтың дұрыс тегі арабша, бірақ бұдан кейін ол менікі болып кетті да. Бүкіл моральдық, этикалық жүйелерінің барлығында осы сөздер тұр. Яғни ислам дінімен келген ұғымдар менің моралімді, этикамды, эстетикамды, құқығымды, дүниетанымды бейнелейтін категориялар, ұғымдар. Мен қалай оны жоққа шығарам? Ойлау жүйесі, система мышления екіншісі. Бізде ақ пен қара тұтас қаралады. Бізде ұрғашы мен еркек тұтас, муаннас, музаккар деген ұғым жоқ бізде. Мынау ұрғашы, мынау еркек деген. Средний род, мужской род деген жоқ бізде. Себебі біздің ойлау жүйемізде исламнан бұрынғы монизм бар тұғын. Монотеистік бір тәңірі, таухиди дін тұғын. Біз исламды алдық таухид дін ретінде, ойлау жүйемізде. Бұрынғы универсалдық ойлау жүйеміз бұл Алланы тәңір бар тұғын. Тәңір көкте тұғын бірақ. Бірақ жердегі бүкіл жұмысыма ол араласпайды тұғын. Араласатын өзінің кезеңдері ғана болады тұғын. Күлкілі мысалы. Ислам олай емес. Ислам әр халде, әр сәтте, әр демде Алла менен, әлем менен, адам менен қатынас халінде.
ислам менің күре тамырымнан да жақын деген трансформация ұшырап жатыр. Бұл не деген сөз? Философия тұрғын айтқан кезде деистік тенденция, теистік тенденция ауысты. Бірақ монотеизм барлығы. Көрдіңіз бе? Таухиди. Бірақ Алла ұғымы бізде адамға жақындады. Көрдіңіз бе? Адам өзінің тұлғалығын Аллаға жақындау арқылы табатын болды. Алланы өзінің рухында сезіну арқылы кемелдікке жететін болды. Көрдіңіз қандай? Бұл рухани кемелдік. Алланы бұрынғы жаңағы белдің немесе жаңағы адамның жаңағы қолшоқпары солай батырлықты солай өлшенетін болған. Батырлық рухқа келіп ашылатын болды. Көрдіңіз бе? Адам өлшемдер өзгерісі пайда болды. Сондықтан біздің мынау қазіргі қоғамда болып жатқан мәселелердің барлығы өзі үш уақыт категориясы бар дедік қой. Өткен шақта біз тәңіршілдер едік, таухиди. Одан кейін исламды не қылдық. Болашақта қайтадан тәңірге өтейік деген сөйлемдер айтылып жатыр. Ол сөйлемдер процесмен шақсаң, мысалы біз ұлт ретінде қараймыз. Міне діннің мәселесі мынау, естеріңде болсын. Мен жаңа әдейі айтып жатырмын. Қарағандыда өтті, Қызылордада бүйтті, ана жерде бүйтті деп. Жеке адамдар туралы айтып жатыр. Олардың дінін ауыстырғандар туралы. Көрдіңіз бе? Ал дін деген, шариғат деген өлшемдер жеке адаммен өлшенбейді. Ол жамағатпен, қоғаммен, мәдениетпен өлшенеді. Көрдіңіз бе? Мен мәдениетіндегі ұғымдарды алып тастай аламын ба, тәңіршілікке өтемін деп. Алып тастай алмаймын мен. Дүниетанымдағы ойлау жүйемдегі негізгі тұғырлар категория алып тастай аламын ба? Алып тастай алмаймын мен. Әдет ғұрпым, салтым сіңісіп қалған ислам мәдениет. Мен оны ажыратып ала аламын ба? Ала алмаймын мен. Көрдіңіз бе? Бірақ арамнан, ішімден, арамда өкілдерім, кейбіреулері басқа дінге кетуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Себебі бізде қоғам деген ақиқат сол кезде сақталды. Сақталады. Жеке адамдар кете береді, ол кете берсін. Проблема жоқ. А бізде соны проблема қылып көрсеткісі келеді. Ойбай, мына жаққа кетіп бара жатырмын, мына жаққа кетіп бара жатырмын, мына жаққа кетіп бара жатырмын. Жеке адам, мысалы, Құранның өлшемін қарасаңызшы, ләкум динекум уәлә дин. Кез келген адам өзінің дінде, біздің қазіргі конституциямыздың өлшемі солай. Әрбір азамат, мысалы, дінді таңдау еркіндігі бар, ар ождан бостандығы бар. Біздің өлшеміміз солай, құқықтық өлшемдеріміз. Ислам дінде солай өлшем қойып қойған. Көрдіңіз бе? Кім аманту дейді, соның ішінде қалады. Аманту демесе сыртында қалады, проблема жоқ. Бірақ біз айтып отырмын, ғасырлар бойы болмысқа айналып қойғанбыз. Яғни ұлт болып қойғанбыз біз. Бізде ешқандай қорқыныш жоқ деп айтуымыз керек. Мына қоғамға айтуымыз керек солай. Бірақ ол адасқандар кейбір айналып келе береді ол. Бүгін тәңіршілікте болуы мүмкін. Ертең бағана ғана Хазіреті Али Омар ұқсап сындырып қайтадан келіп өкініп отырады адам деген. Хал ғой бұл, адам, рух. Шексіз әлем. Алламенен байланыс құратын да сол жеке-жеке құрады. Себебі бәрі қоғамда, мен айтайын, Матуриди деген данышпанымыз бар біздің. Біз Матуриди мазхабындағы ақида бойынша мұсылмандармыз. Соның ұстанымын қара. Дінді бөлек қояды, шариғатты бөлек қояды. Неге? Оның қазақшасы мынадай. Мысалға, біздің Шәуілдір деген ауыл бар, білесіз. Отырар ауылы. Сол жерде орыстар бар. Ол бейшаралардың бәрі христиандар. Бірақ дәстүр салтының бәрі қазақша. Ет асып жейді, қаз асып жейді, келін түсіреді, бетін ашып жатыр мысалға. Әшейін орыстарды әдейі айтып жатыр. Себебі діннің доминанттығы басындық осы жерден көрінеді. Дін сенің мәдени құндылықтарының барлығын тастандыраттан басқа әлемге сіңдіреді. Шариғат қаншама өзгергенмен дін өзгермей жатыр. Көрдіңіз қалай? Бұл өте үлкен ақиқат, феномен қарасаңыз. Біз болмысқа айналдық деген кезде жаңа құндылықтарымыздың бәрі қалыптасып қойған уже. Ол керек десеңіз, бізбенен өмір сүріп жатқан басқа ұлттың адамдарының өзіне де ықпал етіп жатыр. Себебі біздің адам туғаннан өмір деген үзіктің ішінде, туғаннан өлімге дейінгі ішінде толған ритуалдар. Ритуалдар жүйесі. Сүндетің бар, жаңағы келін сүруің бар, жаназаң бар, басқа бар, анау бар, мынау бар. Бұның барлығы киелі әлеммен байланысу керек. Сакралды әлеммен да. Сол кезде ол құндылыққа айналады. Сол кезде ол жаңа дәстүрге айналады. Сол кезде ол салтқа айналады.
Демек дін мен дәстүр деген кезімізде исламнан бұрынғы біздің дәстүр салтымыздың өзі ол да сол ритуалдық қуаты бар. Дін мен екеуі қалай үндеседі? Екеуінің нормалары үндескен кезде, гармонияға түскен кезде екеуі бірін жоққа шығармайды. Жалпы ғұрф деген исламда әдемі деген сөз, исламға сай деген сөз. Біздің исламға сай нормаларымыздың барлығы әдет ғұрф, яғни ислами болып, мұсылмандық болып есептеледі. Біздегілер кеше вахабилер не деді? Ойбай, таухид Қазақстанға енді келді. Мынаусы ширк еді, мынаусы бидғат еді. Ойбай, мазарға барып жатыр, ойбай, жаңа әруақ деп жатыр. Деп, жаңағы бізді әдейіге жаңағы осылай қысымға ұшыратып, шабуылдап, біз өзіміз ойланып қалдық. Ойладық, біздің бүгінге дейінгі бабаларымыз қай жолмен жүрген сонда? Олар адасқан бекен деген күдік пайда бола бастады. Өзіміздің тарихымызға, уақытымызға, бабаларымызға. Ең басты мәселе бұл діни тәжірибемізге. Діни тәжірибеміз тағы сол 9-8 ғасырдан бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Ол шын мәнінде. Ол сен қаласаң да, қаламасаң да, ішінде болсаң да, болмасаң да, жұмаға барсаң да, бармасаң да, намаз оқысаң да, оқымасаң да, ол діни тәжірибе келе жатыр да. Түсіндіңіз бе? Міне осылай қарау керек. Жалпы бүгінгі қоғам дін дегенде Қазақстандағы мынау ислам дінінің даму үдерісіне, жалпы исламның қоғамдағы орны, рөліне тоқталып кетпеске болмас. Жалпы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 751 жылы Атлах шайқасынан бастап қазақ даласына ислам діні ене бастады. Ал енді сан ғасырдан бері ата-бабаларымыз осы дінді ұстанып келе жатыр. Ол тұрмысында, салтында, санасында сіңіп кеткендігі жасырын емес. Жалпылама бірақ ортада тәуелсіздікке дейінгі 70 жыл көлемінде, яғни кеңес үкіметі тұсында бұл бір үзік пайда болды десек те артық емес шығар. Себебі бірнеше ұрпақтың алмасуы, құдайсыздандыру, одан кейін жаңа өзіңіз айтқандай түрлі вахабилік идеологияның пайда болуы, келуі қазақ даласына. Ислам дінінің жалпы тәуелсіз Қазақстандағы даму үдерісін қайта қарауға осы саланың мамандарына да, ол қоғамды да қайтадан мәжбүрледі, міндеттеді десек қателеспейміз. Жалпы өзіміздің мынау ата-бабамыздың сан ғасырдан бері ұстанып келе жатқан ислам дінінің соңғы 40 жылдағы дейік мүмкін сол тәуелсіздіктен кейінгі 30 жылдағы даму үдерісіне қандай баға берер едіңіз? Мынау даму ешқашан детерминизммен болмайды. Яғни дамуды немесе бір қалыптасуды, қайтадан жаңғыруды біз күштеп, зорлап жасай алмаймыз. Өзің жақсы айтып отырсың, ашық қоғамбыз, сырттан қаншама топ өкілдер келді, идеологиялар жүргізілді. Соған қарсы біз өзіміз иммунитетіміз, бұрынғы бабаларымыздан діни тәжірибе, діни тана, діни сана деп тұрмын, бағана 3 қабат. Сол 3 қабат қайтадан жаңғырттық. Діни таным деген сөз, мынау біздің кеңістігіміздегі исламның іздері, таңбасы, исламның өркениеттік негіздері. Бар ма десең, бар, Құдайға шүкір. Бізде қаншама қалалар, кезінде 56 қала болған. 56 қалада 2000-нан астам мешіттер болған. Керуен сарайлар болған. 56 қаланың ішінде 370 ғұлама шыққан. 370 ғұламаның 500-ден астам трактаттары қалған, рисалалар қалған. Бұл әшейін 9-шы ғасыр мен 11-ші ғасырдың арасында ғана біз айтып отырғанбыз. 2 ғасырда. Бұны Адам Мец, мысалға, мұсылманский ренессанс деген кезде, осы біздің сырдың бойыменен Қаратаудың айналасы, осы екеуіне шыққан қалалармен айтып жатыр. Қазір Исфижами, Кердери дегенде қалалар, Фараби. Фараб марқұм біздің Әбсаттар Дербісанның өзі бір Фарабтың өзінен шыққан ғалымдардың 40-қа жететінін жазып кетеді. Ал енді Фараб деген аймақ қандай аймақ білесің ба? Қазіргі Алатау мен Қаратаудың қиылысынан Аралға дейінгі созылған аймақты Фараб аймағы деп айтамыз. Біз идентификация жасаған не деп айтамыз? Отырармен өлшейміз Фарабты, көрдіңіз бе? Идеология солай болды. Біз солай оқыттық. Біздің мына қалаларымыздың барлығы жібек жолының арқылы ғана қалыптасты деп бізге солай түсінді. Исламның рөлін көрсеткісі келмейді да. Шын мәнінде біздің даламыздағы өркениеттік жаңа қаланың негіздерінің бәрі ислам атқарды. Ислами құндылықтар атқарды. Саманилер мемлекеті, Қарахан мемлекеті, Селжуқтар мемлекеті, Алтын Орда мемлекеті, Қазақ мемлекеті, бәрі мұсылман мемлекеттер ғой барлығы. Солардың бар болуының негізгі ақиқаты ол кәдімгі мемлекеттілікпен өлшену керек. Ислам мемлекеттілігімен, ислам құқықтық өлшемдермен, ислам білім беру жүйесі, медресе мешіттермен, керуен сарайлар экономикасымен, тижареттер, сауда жолдарымен, олардың ешқайсысы жоқ қой бізде.
барлығын кәдімгі ислам тыр жалаңаш мына жерде жоқ деген сияқты көрсетіп отыр да шын мәнінде. Оны тек адамдар ғана өзі есте жоқ есте заманда айтады деген сияқты олай емес. Кириллицаның келгені кеше бір ғасыр. Оған дейін бүгін біздің кітаптарымыз, мынау қарасаң, бабаларымыздан алған бәрі араб графикасымен жазылған. Төте жазу кеше Байтұрсыновтың бері қарай. Оған дейін бәрі сулус, мысалға, куфи жазулары. Қожа Ахмет Яссауи кесесіне бар, сыртының бәрі куфи жазулар. Әрбір куфи жазудың артында үлкен ерекшеліктер бар. Ирақи мысалға. Қазіргі мына Ирақи деген не мағына келеді? Біздің Түркістан, түркі халықтарының таяу шығысқа жайылуының арқылы Ирақи деген үлкен бір мәдениет қалыптасты. Ирақи деген, Ирақ деген, анау Аббаси, Бағдаттан жырақ деген мағынада. Оғызша ғой, оғызша, жырақ деген, Ирақ деген сөз. Соның бәрі неден? Түркілердің өркениеті деген сөз, мәдениеті деген сөз. Түркілердің. Сулус жазуының түркілерге не алған. Біз оны білмей келдік, білдірмей келді әдейі. Ал енді осының барлығын біз мұсылманбыз, әлхамдулилlah деп соған бас бұрып, мен мынаны айтамын, мен риза болатын жерім бір бар. Совет өкіметінен шықтық, идеология бітті, тәуелсіздігімізді алдық, бірақ жартымыз орыс тілді болып қалдық. Менде мынандай үрей болды, күдік. Ана орыс тілдердің бәрі христиан дінін қабылдап кетеді ау. Себебі заңда жаңағыдай ғой. Десем, ана өзі орысша бір ауыз қазақша білмейді, бірақ әлхамдулилlah мұсылманмын дейді да. Демек, бағанағы 18 қабат туралы айтып жатырмын ғой. Тілді білмегенменен оның дәстүрі, салты, дүние танымы, этикасы, моральдық жүйесі, тарихи танымы анада тұр да. Ана бойында тұр, ана тілі жоқ. Мен ойлағам, орыс тілді ғой енді, ана дінін ауыстырып кетеді деп ойлағам. Сөйтсем, мәдениет дегеннің өлшемі 18 қабаттың бәрі тірі тұру керек ғой. Ананың санасында тұр мұсылман екендігі. Сөйтіп қайтып келіп, бірақ кедергі жасады, сәл-пәл бізге қиындық, ауыртық жасады. Дінді ислами тұрғыдан алған кезде, ислам ретінде алған кезде, орыс тілмен алып жатты да. Мен осыған қарсы шықтым. Себебі менің тілім, қазақ тілі, қазақтың болмысын сақтауға, мәдениетін баянды етуге ат салысатын бірден бір инструмент ол. Мен дінімді егер қазақ бола тұрып орысша үйренетін болсам, менің қазақ мәдениетім, болмысым ешқашан жаңғырмайды. Өзін шыңдай алмайды. Мен осы мемлекет кезінде бізде үкіметте осындай жиын болды. Мешіттерде орысша уағыз айтылды. Қарсы шықтым мен. Болмайды. Егер мешіттерде орысша уағыз айтылатын болса, онда бұл дін ислам діні. Бағана бөлшектеуші деп жатсың ғой, бөлшектеуші рөлін сол кезде көрсетеді. Себебі қазақтың жартысы қазақ тілді мұсылмандар, жартысы орыс тілді мұсылмандар болып, мешіт екіге бөлінеді. Мешіт деген әлеуметтанудың негізгі орталығы. Дін социологиясынан қарайтын болсаңыз, мешітіңіз, медресеңіз қарасаңыз, бұл қоғамдағы діннің социологиялық көріністерінің өлшемдері. Сен соны қалай қолдануды білмесең, егер саяси тұрғыда қате жасасаң, кетті, тынды. Өте абай болу керек. Діни феноменді ғылыми таныммен зерттеп үйренсек егер, қоғамдағы бүкіл саясатты реттей аламыз. Жалпы енді исламның даму үдерісі деген кезде, бұл енді бірден бір қазіргі сол салада жұмыс жасап жүрген дін қызметкерлері, имамдарымыз деп айтып жатамыз. Тәуелсіздіктің алғашқы тұсында бізде 68, енді 70-ке жуық мешіт болған болса, қазір 2800 мешіт бар. Демек саны бірнеше 10 есеге ұлғайды. Имамдарымыз бұрындары біздің мешіт қазір қуғын сүргінмен айналысып жатырмын ғой. Қуғын сүргін құрбандарын ақтаумен айналысып жатыр. Сонда статистикамен келтіріп қояйын сізге. 1922-1950 жылдар арасындағы репрессияны 1922 жылы біздің Қазақстанда 2000-нан астам мешіт болған. 3000-ға жуық текке, ханака, завия болған. Медреселердің өзі, мысалға, 500-ден астам медресе болған. 500-ден астам медресе, бір Түркістанның өзінде 40 медресе болған. Демек айналдырған 40-50 жылдың ішінде көзін жойған дейсіз ғой? Бәрін топтап кәдімгі қырып жерді ғой, жойып жерді ғой. Мынау қожа молдаларымызды алып, мына кесенеде мен Шөкеев әкім болып тұрғанда айттым, мынаны бір шахидтер аллеясы қылайық.
70 адамды бір күнде алып келеді дағы, сол жерде көз жұрттың көзінше показательный ғой, жаңағы үрей туғызу керек қой, қырып тастайды. Олардың кәдімгі мәйітін алуға да рұқсат бермейді. Халық енді алып көму керек қой енді. Содан халық сорлы қанша үрей болғанмен аналар кеткен кезде көзін алып, тасалап, жуып, әйтеуір тапқан кәдімгі шұңқырына көміп кете берген. Шөп аналардан неғып үшін. Сондықтан ислам, біз Құдайға шүкір мұсылмандығымыз өзбектің, татардың, түріктің, тәжіктің мұсылмандығынан бірте-бір кем емес біздің. Бізді олай қылып өзіміздің дінімізге, ділімізге, мәдениетімізге, өркениетімізге жат қылып солай тәрбиеледі, солай импозировать етті, солай білім берді. Шоқанның материалдарын бізге оқытуға, соны өлшем болуға бізді бейімдеді ғой барлығын. Сенде мемлекет болмаған, сенде мәдениет болмаған, сенде даже шекара болмаған, көшіп қонып жүргенсің сен әшейін. Сенде қала болмаған деп түсіндірді ғой. Бәріміз басымыз шұлғыдық қой сол кезде. Осы жақында ғана осы бір конференцияларды енді шығып жатыр. Баяғыда марқұм Абдуахит Шалекенов деген академик ағамыз бар еді. 550 жылдық қазақ хандығын тойлап жатырмыз Астанада. Назарбаев отыр, бас баяндамашы көмек болады ағамыз академик. Айтады, біз көшпенді болғанбыз, ондай бірдеңе. Шалекенов тұрды. Айналайын деді. Атаңның басында жер қазып жатсың ба деді. Қазбаңдар археологиялық жұмыстарды. Сенде қала болмаса, сенде мемлекет болмаса, не деп далбасалап отырсың? Міне әңгіме. Жұрттың бәрі үрей көрсін. Назарбаев ананы жақтырмай қалды шын мәнінде. Міне, көрдіңіз бе? Сондықтан өзіміздің өткенімізге оралған кезде біз исламның ақиқатын дұрыстап көрсетуіміз керек. Құдайға шүкір 30 жылда бір мәдени мұра бағдарламасының өзінде біз бағана айттым ғой, 570 материал болды 9-11-ші, соның 1%-ін біз әйтеуір қосуға тырыстық. Кейіннен бізде қазір КМДБ тарапынан болсын, мына мәдениет министрлігі тарапынан болсын, қаржылар бөлініп, біздің жаңағы құндылықты негіздейтін еңбектеріміз классикалық қазақ тіліне аударылып жатыр. Ол жерде қара 10 томдық Қожа Ахмет Яссауи әлемі антологиясы тұр. Антология дегенде сол Яссауидің өміріне қатысты бұрынғы орта ғасырлық еңбектердің барлығын қазақшаладық, енді қазақшалап жатырмыз. Фарабидің 115 трактаты бар. Бірде-біреуі қазақшаға аударылмаған тұғын. Соны осы 30 жылдың ішінде соңғы неде осы облыстық демеушілердің арқасында соны аудардық біз. Соның 33 трактатын қазақ тіліне аударып шығардық. Әлі де аударылып керек. Бұл деген сөз нағыз жаңғыру деп есептеймін біртіндеп. Бұл енді өзіміздің топырақтан шыққан бағана Фарабилердің мұраларын, Исфиджабилердің мұраларын, Сығнақилердің мұраларын, Кердерилердің мұралары, бәрі қаланың атауларымен айтылып жатыр ғой. Сол мұралары осы ұрпаққа ұсынылып жатыр қазір. Енді осының методикасын беруіміз керек. Педагогикалық шаблондарын жасауымыз керек. Құда қаласа. Иншалла, в общем, жаңағындай жылайтындай деңгейде емеспіз. Біршама енді мәдениетімізге үлес қостық дейсіз ғой. Енді жаңа мен сұрап нақтылай кетейін. Біз енді ислам дегенде оның таралуына, оның етек жаюына бірден бір қызмет ететін ол имамдарымыз. Тәуелсіздік жылдарымен, кеңес өкіметіндегі замандағы имамдардың білімі, біліктілігі деңгейімен бүгінгі күнді салыстыруға мүлдем келмейтін шығар. Дегенмен де кемшіліксіз дүние жоқ. Имамдарымыздың да әлі де болса кемшілікте кетіп жатқан тұстар әлі де болса байқалады. Жалпы өзіңіздің дін маманы ретінде бүгінгі имамдарымызға, бүгінгі қоғамның сұранысына жауап беретін дін қызметкерлеріне не жетіспейді деп ойлайсыз? Бізде мынандай мәселе медет. Бізде қанағат жоқ. Содан кейін қараңыз. Әлхамдулилля, шүкір деу керек қой бізге. Кеше айттым ғой, пәленбай мешіт бар еді, жоқ болып кетті. Қаншама дін ғұламалар, ишандарымыз бар еді, қырып тастады. Тақыр жеген алып қалдық қой. Сол тақырдан тәуелсіздіктен кейін жауын жауып, Алланың нұры жауып, жай көгеріп келе жатырмыз.
алғашқы ауылдың имамдарының біреуі агроном, біреуі механик, біреуі зоотехник, сондай еді ғой. Иә. Көрдіңіз ба? Пенсияға шыққан. Ешқайсысында діни білім жоқ еді ғой. Бірақ санасы бар тұғын ғой, діни санасы ғана қалған ғой. Қате оқиды, бірақ соғанда шүкір дейтін тұғын ғой. Но бірақ ана жерде ықыластың өзін қандай отша алаулап тұратын ықылас еді ғой. Содан жайлап медресеге баламызды беріп, білімден дамыта бастадық. Бірақ ол баламыздың білімі жеткенменен ілімі жетпей қалады. Илму сияса дейді. Саясаты жетпей қалады. Тәжірибесі де жетпей қалады. Тәжірибе демекші бір анекдот бар, мен саған айтайын. Ол Анадолыда болса керек, бір ауылдың көй дейді олар. Ауылдың бір баласы жаңағы Низамия медресесін бітіріп келеді ғой. Бітіріп келгеннен кейін ауылдың имамы, ол шейх, ауылда өте абыройлы. Сол шейхті сынайды ғой бала. Сол кезде баланы бүкіл ауыл қуып шығады. Ұстазына барған кезде айтады ғой, саған білім дұрыс, бірақ илму сияса жетпейді екен дейді. Сөйтіп, илму сиясаны оқып қайтып келгеннен кейін, анау шейхті бұл мақтайды ғой. Керек десеңіз, бұл әулие бұл. Бұның әрбір тақал шашының өзін, бөліскеннің өзі, ол жәннатқа прямой барасың дейді ғой енді. Яғни діни сананың деңгейін көрдің бе қандай? Сол деңгеймен өлшеу керек барлығы. Әдейі айтып отырмын анекдотты. Біздің діни санамыздың деңгейін өліп қалған еді ғой, әлсіреп тұрған ғой. Сол жай біртіндеп келе жатыр ғой. Сондықтан имамдарымыздың өзі мынау уақыт пен кеңістіктегі қарай талапты жайлап орнына келтіріп келе жатыр. Бұл имам деген мәңгілік емес несіге дейін. Мысалы 5 күн имамдық жасайсың, одан кейін орын босатасың. Себебі мәжбүр боласың босатуға. Себебі қоғамның ішінде мынандай сұрақтарға жауап бере алмасаң, өзің үшін ақ кетіп қаласың. Себебі бұл дін ғой, бұл өте ұят тірлік ол. Абыройсыз боласың, сондықтан қашып кете бересің. Имамдар сөйтіп іріктеліп келе жатыр. Оны біз солай қабылдауымыз керек. Ол бір. Ол жауап береді. Өйткені уақытқа, кеңістікке, қоғамға, талабына байланысты ғой бәрі жауап беретін болады. Қанша имамды көрдім мен? Имамдан шығып қалған қанша имамды көрдім ғой? Әшейін өз ауылымның несінде, үлгісінде да. Ал енді жаңа сіз айтқандай мынау біз бір не болса бәрін имамға жауап береміз. Имамға шабуыл жасаймыз. Біздің бүкіл жаңағы агрессиямыздың бәрі имамға қарай бағытталып бара жатыр да. Исламофобия, кейбіреулер исламдың кейбір әділдік, коррупция қоғамдағы имамның қабілетінен, әлеуетінен тыс мәселелерде болып жатыр ғой. Экономикасы бар, саудасы бар, саясаты бар. Соның бәрін имамменен өлшейміз қазір. Имам неге, имам қайда отыр, имам неге араша түспейді, имам неге айтпайды деген сияқты мәселелер. Мәселе ол емес қой. Мәселе сен мұсылмансың ғой, сен неге айтпайсың мұсылмандық. Сонда мұсылмандық жауапкершілік бар, имамдық жауапкершілік бар, діннің иелену мәселесі бар. Осы жерде сауатсызбыз біз. Әлхамдулилля, мұсылманмын деген адамның жауапкершілігі мойнында тұру керек. Ол өзінің мойнындағы жауапкершілікті басқа біреуге артқысы келеді. Неге білесің ба? Себебі мына бізде христиан дінде дін басы деген мәселе бар. Бізде болмау керек ол. Біз исламды христиандық өлшеммен өлшеп жатырмыз да. Мүәссесе дейді ғой жаңағы. Ана мешіт деген кезде соның өлшемі кәдімгі. Олай емес. Мұсылманда ондай жауапкершілік болмаған. Бәрі-бірдей болған. Лидерлік басқа нәрсе. Бірақ ана қызмет ретінде біз өлшеп жатырмыз да. Имамдықта. Кез келген бізде мұсылманда бар, кез келген 3 адамның біреуі имамдық жасай алады. Жаназада болсын, басқада болсын. Сол өлшемнен айырылып қалдық. Жауапкершілік бірдей түсу керек бізге. Имамға да, шейхқа да бәріне бірдей. Біз ана топырақ атып жатырмыз. Бірақ христианды қарашы. Бір попқа, бір монахқа христиандар айқайлап топырақ шашып жатыр ма? Шашпайды олар. Себебі оларда иерархиялық байланыс бар. Бізде иерархиялық басқару жүйесі жоқ исламда. Бізде барлығы демократия шын мәнінде. Соны түсіне алмаймыз да. Сөйтеміз да имамдарға топырақ шаша береміз. Имамдар соғылып ана жаққа жүріп, мына жаққа отырса опақ, тұрса сопақ, бүкіл сынның бәрін солар қабылдайды мысалы.
қайта рахмет, олар әбден толерантты болып алды, төзімді әйтеуір жүр ғой. Сондықтан имам ол менікі деу керек. Имам менің имамым. Менің имамыма өзім қамқор болуым керек. Ол да сондай діни исламға қамқорлығын арттырады. Жағдайын мен жасауым керек, солай болу керек. Енді кейбір боласың ғой, мешітте ананы жеп қойды, мынаны жеп қойды, болады, жеп қойған болады, пәндашылықты біз бәрінен іздемейміз оны, шын мәнінде. Халықтың кәдімгі Алла жолына арнаған ақшасын да, басқасын да бөлісіп жатқан имамдар. Ол деген сөз уже дінге қызметтен кеттім деген адам да ол. Ол кетіп жатыр, ол бола береді. Мен енді имамдарды қозғаған себебім ағай, жалпы Қожа Ахмет Яссауидің халықаралық қазақ-түрік университеті тәуелсіздік алмай жатып құрылды ғой. Соның ішінде дін саласында мамандарды даярлау тәуелсіздік алмай жатып қолға алынған. Бүгінгі таңда осы Қожа Ахмет Яссауидің халықаралық қазақ-түрік университетінің дін саласы бойынша түлектері еліміздің әр түкпірінен табылады. Аталған университеттің түлектері бүгінгі таңда бәсекеге қабілетті ма? Өзіңіз басқарып отырған теология факультеті бар, оның ішіндегі бірнеше мамандықтар бар. Бүгінгі сұранысқа жауап беру, заман талабына бейімделу секілді мәселелер бойынша да аталған университеттің сіз қаншалықты бағалар едіңіз мүмкіндіктерін? Біз ең алғаш, дұрыс айтасың, 91 жылы Совет үкіметі әрі ыдыраған жоқ қой, сол кезде ашылды мына университет. Түркістан мемлекеттік университеті болып ашылды. Қожа Ахмет Яссауи атындағы. Үлкен сенсация болды біз үшін. Совет үкіметінен әрең шыққан, иығы салбырап. Қожа Ахмет Яссауидің атында болғанның өзі, Түркістан деген атаудың өзі, аталуының өзі, енді оны тілмен жеткізу мүмкін емес. Бұл рухани бір шабыт, той сондай болды ғой. Сол кезде біз, мен Москвада оқитын өзі. Тимирязев Серғоз академиясында оқитын едім. Сондай университет тастап, мен дінге келдім осы, теологияға. Біздің алғашқы түлектердің ішінде шыққандар қазіргі профессорлардың дені сол біздің түлектер. Басқа университеттерде қызмет қылып жатқан? Иә, басқа университеттерде қызмет етіп жатыр, басқа неде. Бұл да университеттің біздің осы рөлі ғой, тарихи рөлін осыдан көруге болады. Енді мәселе мынау. Әрине, әрбір маман дипломды алғаннан кейін ол әлеуетті деген сөз. Ол өзінің сол мамандығыменен жұмыс істеуге әлеуетті деген біз қолына құжат бердік қой. Сол дін саласында немесе басқа салада өзін көрсету керек. Көбісі істегісі келеді, істегісі келмейді дегенде. Істегісі келгендердің бәрі потенциалды. Бәрі сұранысына жауап бере алады деген мәселе. Бір осы жерде сұрағыңа қатысты, осы мәселеге қатысты бір нюанс бар. Білім беру жүйесімен анықталады барлығы. Шифрлы, мамандықтың шифрлары. Дінтанушы мамандық, теология мамандығы, ислам танушы мамандық. Қазір тарихшы, ислам дінтанушы, философ дінтанушы, психолог дінтанушы сияқты бөліп жатырмыз. Бұлай шынымен қарайтын болсаңыз, феномен біреу, дін. Дін феноменінің негізінде бірнеше мамандыққа код, шифр солай деп анықталады, беріп жатырмыз. Бұл да біздің қоғамда мына университеттің түлектері мына салаға барсын, мына университеттің түлектері мына салаға барсын деген дилемманы туғызып жатыр. Бұл өте қауіпті тенденция. Себебі бағдарламаға қарасаңыз, теологияның бағдарламасы мен исламтанудың бағдарламасы бірдей. Бұл шын мәнінде келетін қылмыс. Мемлекет бірдей екі бағдарламаға екі түрлі атау беріп, екі түрлі шығын шығарып отыр. Мен осыны білім және ғылым министрлігіне қанша жыл айттым. Орындамайды. Түсінбейді дінді. Бірақ мен айтайын, уақыт өте келе бір феномен, дін құбылысы негізінде пайда болған бағана мамандықтардың бәрі бірлестіріледі. Дінтанушы, исламтанушы, теолог дегендердің барлығы барып белгілі ортақ мамандықтың негізінде қалыптасады. Бір диплом негізінде арғай жұмысын жүргізетін болады. Исламтанушым, теологпын, дінтанушым дегендер бәрі қалатын болады.
ал енді ғылыми танымдық тұрғыдан ғана ерекшеленетін болады. Мысалы біреуі діннің социологиясын зерттейді, біреу діннің феноменологиясының маманы болады, діннің құқығының маманы болады. Сөйтіп ары келеді. Бүкіл Европада осылай. Біз сияқты бір феноменде 5-6 мамандықтың дипломын, шифрын беріп жатқан ешкім жоқ. Түркияда да солай. Біз соған келеміз, жайлап. Бұл енді баяғы атеизмнің, кеңестік идеологияның инерциясы деп қабылдаймыз ғой. Сондықтан бұл тұрғыдан да келген кезде осындай реттелетін мәселелер бар. Жалпы 2009 жылдан бастап, бұрынғы енді білім және ғылым министрлігі ғой, жалпы орта мектептерде дінтану деген қосымша пән енгізді. Ол кезде білім аптасы 34 апта, 34 сағаттық факультативтік сабақ ретінде енгізді. Арадан 14 жыл уақыт өтті. Өкінішке орай ол пәннің атауы бірнеше рет ауысты. Алғашқылардың бірі болып сіз оқулықта жаздыңыз. Бірақ дегенмен біз көптеген еліміздегі облыстағы мектептерде, орта мектептерде Ғарифолла есімнің басшылығымен, сіздің басшылығыңызбен жазылған кітаптардың әлі жетіспеушілігі байқалады. Бұлай пән мұғалімі бұлай қойғанның өзінде әдістемелік кітаптың, нұсқаулықтың өзі жоқ. Көпшілік мұғалімдер сол интернеттерден, баспа беттерінен білгендерін, түйгендерін балаларға оқытып жүр. Ондағы негізгі мақсат мынау қазіргі деструктивті діни ағымдардың алдын алу, дәстүрлі мынау ислам құндылықтарын, жалпы қазақ даласындағы дәстүрлі діндердің тарихын оқыту еді. Осы жоба өзін қаншалықты ақтады деп ойлайсыз? Қаншалықты жемісін, нәтижесін берді? Өте өзекті сұрақ мынау. Өте адамның жүрегі ауыратын сұрақ. Мәселе мынада. Біз енді қазір 30 жылдан асты ғой тәуелсіздік алғалы бері. Коммунистік идеяның, бұрынғы атеистік тенденцияның, позитивистік тенденцияның әлі күнге дейін бізде ызғары деп айтамыз ба, инерциясы деп айтайықшы қазақша, инерциясы жалғасып отыр. Дей тұрғанменен сол 2010-нан бері қарай, 2009-дан бері қарай дұрыс айтасың, мектепке дінтану пәні енгізілді. Біріншісі белгілі бір мектептерге ғана, жаппай емес, Алматыда сондай болды. 2010 жылы біздің президент әкімшілігінде үлкен жиналыс болды. Төрағасы Садубаев Қанат, орынбасары Мәулен Әшімбаев болды. Сұрақ біреу-ақ. Мектепке дінтану пәні керек пе? 17 адам қатысып отырмыз. Сонда керек емес дегендер, біз зайырлы елміз. Зайырлы елде мектепте дінтану пәні жүргізілмейді деген ой айтып қалды. Ұстанымды айттыңыз. Сосын мен айттым, зайырлық деген дінге қарсылық деген сөз емес. Зайырлы ел деген сөз мектепке дінді соқпайтын мемлекет емес. Керісінше түсініп отырсыздар. Керісінше зайырлық діни білім беруді қамтамасыз етіп, оны бақылауына алатын мемлекеттен дін қатынасының өлшемдерін реттеп отыратын механизм ол. Ол құқықтық механизм. Ешқандай болмыстық, саяси несі жоқ, қуаты. Ол құқықпен өлшейді барлығы. Деп соны айтып, сол жерде мені марқұм Әбсәттар Дербісәлі қолдады. 17 адам ішінде 2 адам дінтану пәні енгізілсін дедік, қалғандары қарсы шықты. Бұл май айы тұғын, мамыр айы. Бірақ сол жылы августтың 18 күні аяқ астынан білім және ғылым министрлігі тарапынан бұйрық шықты. Мектепке дінтану пәні енгізілсін деп. Кім оқытады деген кезде тарихшы, педагог, филолог, мынауды жазып қойды. Көрдіңіз бе? Бұның өзі дінтану пәнін енгізу деген, яғни халықаралық құқықтық орталықтар бар ғой енді. Тәжірибе. Соған жауап ретінде енгізді де, бірақ қалай дегенге жауап бермей қойды. Қалай дегенге не заинтересован болып қалды біз мемлекет, түсініңіз бе? Ондай болса егер, онда мамандарына оқыту керек еді. Бұл бірінші. Екінші, факультатив ретінде қойды. Қосымша. Оның ешқандай қуаты жоқ. Баға қоймайды оқушыларға. Оқушылардың біреуі қатысады, біреуі қатыспайды. Біреуі ұйықтап отырады, біреуі шығып кетеді. Өйткені мұғалімнің өзі білмейді ол дінтануды. Міне осындай жағдай болды. Кейбір енді бәріне топырақ шашылмаймыз ғой, мұғалімдер енді ақыры сабақ болғаннан кейін ол ізденеді, басқа қылады. Ол дұрыс болды дегенменен.
Ал енді біздің дайындап жатқанымыз, мысалға, теология факультетін осы 2 жыл болды ашқанымызға. Оған дейін кафедралар бар. Дінтану кафедрасы, теология кафедрасы, исламтану кафедрасы. Осының барлық мамандар дайындап жатты 30 жыл бойы. 30 жыл бойы осы мамандар мектепке кіре алмады. Мектептің білім беру процесінде орын ала алмады. Сосын қалай ақтады деп айтамыз біз. Бұл бір, екінші, ол факультатив болып жүреді, шүкір болып. Оны факультативтен де алып тастады қазір. Кәдімгі көрдіңіз қандай болды? Яғни бізге мынау діни танымның, діни білім берудің ертеңгі оқушыларымыз, ол ертеңгі азамат мысалға. Проблемаларды сол жерден бастап, сол жерден шешіп танитын балаларымызға біз мүмкіндіктерін, уақытының бәрін жоқ санап жатырмыз, өшіріп тастап жатырмыз. Дұрыс емес тіліктер істеп жатырмыз. Қаншама жерден инстанцияда айтып жатырмыз, ешқандай тыңдата алмай жатырмыз біз. Оқулықтар кезінде бәріне таратылған, бірақ қасақана кәдімгі берілмейді кейбір орталықтарда. Мен солай естідім. Себебі мынау діни білім берудің секциялар, семинарлардың бәріне қатысам ғой мен. Тараз облысына, оңтүстік қазақстан облысына қатыстым сол кезде. Проблема сондай. Қарағанды мысалға жетпей жатыр. Неге жетпейді? Тізім тұр. Қарағанды облысында айтайық 6000 оқушы бар. 6000 оқушыға 6000 оқулық шығарылып таратылып қойған. Бірақ жетпейді. 22.000 оқушы, мысалы 9 сынып оңтүстік Қазақстанда 22.000 оқулық жеткізіліп қойған. Бірақ жетпейді. Көрдіңіз қандай? Осындай мәселелер бар. Біз енді қазір осының бәрін талдап, зерттеп көрдік қой. Қайтадан шешімге қауыштыруымыз керек, Құда қаласа. Ғылыми тұрғыдан қарауымыз керек бұл мәселеге. Зайырлық тұрғысынан қарайтын болсаңыз, орта мектептің баласы, біздің ұрпағымыз, ол өзінің дінін, жалпы дін туралы мәлімет алу керек. Отбасынан алу керек, мектептен алу керек, қоғам барлық жерінен алу керек. Түсініңіз бе? Мемлекет соған мүдделі. Сен мемлекетке қалай талап етесің, егер сен бермесең? Сен мына жүрме, мына жолың дұрыс емес, мынау экстремистік жол, мынау террористік жол деп қалай айтасың сен оған талап? Егер сен оған бермесең, талап ету үшін беру керек, білім берілу керек. Түсініңіз бе? Бүкіл елдерде осылай. Дінтану пәні ол шарт. Дінтану пәні деген кәдімгі сенің тілің, тарихың, мәдениетің, әдебиетің сияқты бір пән ретінде қаралу керек қой. Танымдық тұрғыдан дейсіз. Иә, онсыз болмайды ол. Жалпы енді қазіргі бүгінгі таңда мешіттерге барсақ, жұма намаздар, айт намаздарға барсақ, көпшілігі жамағаттың жастар құрайды бөлігін. Ол енді бір жағынан қуантатын дүние. Дегенмен өкінішке орай қазір жастардың арасында бөлінушілік, жамағатшылдық, түрлі ағымдардың жетегіне кету мәселелері де кездеседі. Жалпылама осы жастарды неге жат ағымның жетегінде кетеді, неге ол бағытты таңдайды деп ойлайсыз? Мынандай мәселе, өзі Шахановтың 12-ден 3-ті алсаң не болады деген өлеңін білесің ба? Ештеңе болмайды. Ол деген сөз мынандай. Бір ұлттың 4 маусымдық ерекшеліктері бар. Қыс, көктем, жаз, күз. Соның ішіндегі ең потенциалды қабат бұл көктем. Бұл жастар. Сіздің кәрі құртаң шалың, мынау дін менікі, мен мына дінді дамытамын, немесе қоғамда өзінің орнын, әлеуметтік негізде бүкіл миссияларын, бүкіл функцияларын жүзеге асыртамын, тірі ұстай аламын деп шалдар шыға алмайды. Бұны айқайлап шығатын жастар. Көбінесе бізде кеше 14-17 жылдар арасында терроризммен күрес деген үлкен науқаншылық жүрді ғой. Сонда Саудияға кетіп баратқан жастар, анау жастар осындай. Ол дінді иеленетін негізгі буын жастар ғой. Өйткені онда мен деген мәселені шығарды. Әлеуметтік діннің әлеуметтенуінің көрінісі сөзден болады. Себебі дін мендікті, болмысты айқындайтын, қоғамдағы көріністі көрсететін негізгі қуат адамның бәрібір акциясынан көрінеді ғой. Ал ондай акция жастарда ғана болады. Сондықтан біз жастарға ондай сын айтуымыз керек жоқ. Неге жастар? Жастар болмаса ешкім иелене алмайды. Демек біздің қоғамда, біздің мәдениетімізде бұны иеленетін қабат жастар тірі деген сөз, белсенді деген сөз.
Енді мәселе не дейтін болсаң, жастарда білім беру, діни білім беру, дұрыс білім беру, соның қабаттарын реттей алмай жатырмыз ғой біз. Көрдіңіз ба? Мектепте де жаңағындай жағдайымыз, университетте вообще нөл қазір дінтану деген басқа университет өтпейді оны мысалы. Қаяқтан балады ол бала. Мешітте тек қана жаңағы белгілі шаблондармен ғана өтеміз. Қоғамдық институттар бар ма, дамыған ба бізде мысалы? Біздің дінімізді үйренейік деп жатқан өздерінің жоқ, жамағатшылық. Сондықтан балаларымыздың жаңағы сырттан келген кейбір орталықтар иеленіп кетеді оны. Біздің құшағымызға тартылмаған баланы олар құшағына да басқасына да тартып кете береді. Бұл шын мәнінде қазіргі біздің ашық қоғам, оның үстінде біздің қоғамдық институттар дамымай тұрған кезде, керектігі саяси партияның өзі де дұрыс жұмыс істей алмай жатқан кезде, коррупцияның жаңағы тобықтан асып кеткен кезінде, жаңағы ол табиғи нәрсе, мен сізге айтайын. Мәселе ол үшін қоғам деген бір дене сияқты ғой. Дене сияқты ғой. Оның бір жері ауыратын болса, барлық жері солай сыздап тұрады. Бір жерде коррупция болса, ол анау руханиятың да, әдебиетің де, ғылымың да бәрі далбасалап кетеді. Солай бейімделіп кетеді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұны тек қана жастар мәселесі емес, бір қоғамдық, мемлекеттік, мәдениеттің тұтас бір проблемасы ретінде қарап, соған мемлекеттік тұрғыдан баға беріліп, шешімдер шығарылып, біз болайық деп ясауи айтады ғой, ей, біз болуымыз керек. Сен, мен деген халайық емес, біз болып, яғни мемлекеттік институт пен қоғамдық институттың тұтастығының негізінде ондай проблемаларда жаңа тоқтатып бөгет қоя аламыз. Әйтпесе ол кете береді ол. Жалпы енді дін маманы ретінде сізге төте сұрақ қояйыншы. Жалпы жат ағымның жетегіне кеткен адам түбегейлі қайта орала ма? Оралады ғой. Оған не әсер етеді? Ол мынау діни сана деген қуат бар. Сіз қанша жерден басқа дінге ауысып кетсеңіз де, сол алғашқы өзінің ата-бабаңнан отбасы деген ақиқат бар ғой бізде. Сосын тіл ақиқаты бар, мәдениет ақиқаты бар, әдет-ғұрыптың ақиқаты бар. Бұл бәрі жібермейді оны. Түсіндіңіз ба? Қанша жерден вахаби, сәләфи болып кеткенменен, мен бір күн бір сәләфиге сұрақ қойдым. Енді сәләфсің ғой, мақұл. Қанша ағайындысың дедім, 4 ұл, 2 қыз екен. Ой, рахат болды ғой сендерге дедім. Сендер енді құданы алыстан іздеп әуре болмайсыңдар. Бауырың 4-еуің өзара құда болып жата беретін болдыңдар ғой дедім. Соң көз шығып кетті. Не деп тұрсың сен деп. Дінде солай ғой. Сен өзіңнің бір жаңағы бауырың, сенің бауырыңнан туған қызды сенің ұлың некелеп ала береді исламда. Дегенім, ана бетінде от шықты, қызарды, көзі бозарды, ана көрдің бе? Яғни бұл діни мәселе емес негізінен. Мен әдейіге қойдым да осылай деп, шариғат деген сияқты мәселеде. Кейін ол бала көрдім, ол біраз жылдан кейін байқадым жаңағы. Мен деп көкірегін ұрып отқан сәләфи бала, сақал да жоқ, басқа да жоқ, басқа жаққа ауысып кетті бірақ. Шарап, марапқа да ауысып кетіп қапты. Асар жүргенде. Сондықтан мен айтарым, бұның барлығы уақытша, сосын білім беру, сосын ортағамен байланысты ғой, жамағатпен байланысты. Діннің социологиясы деген жамағат анықтаумен байланысады. Сенің жамағатың қандай, сенің уклондарың, укладтарың бәрі солай кете береді. Біраз уақытта кезінде Совет өкіметінде жаңағыдай болды, дінсіздік болды. Одан кейін сәләфитардың гегемониясы болды. Оны соған ұсталып қалған балдарымыз болды. Қайтып жатыр ғой жайлап. Софылардың ішінде де не бір жүгіріп жүргендер болды. Олар да қайтып кетті мысалы. Көрдіңіз бе? Мәселе уақыт өте келе қайдан келдім, қалай болды, сұрақ қойыла бастайды шынында. Сұрақ қойылған жерде, ғылыми сұрақ қойылған жерде қайда оралулар болып тұрады. Сұрақ болмаған жерде оралмайды ешкім, естерінде басын. Түсіндіңіз бе? Себебі салыстыру, талдау, есеп беру, жауапкершілік, бұның барлығы адамның ақылымен өлшенетін мәселелер ғой. Өзі дін деген өзі өміршең болу үшін де ол ақылмен үндестік болу керек. Ақылмен үндестікте болу керек та, түсіндіңіз бе? Ислам солай айтады, Құран солай айтып отыр. Ойбай, болады мысалға кейбір идеологиялық жабық қоғамдар, Иран сияқты, басқа сияқтылар сырт көзге айтады, ондаймыз, мұндаймыз деп, шын мәніне қарайтын болсаң, басқаша әңгіме айтып жатады. Мұнафиқтар деген деңгейі болады, екіжүзділік деңгейі болады. Діндегі екіжүзділік деген мәселе содан туындайды.
көрдіңіз ба? Сенемін дейді, бірақ басқаша болады. Мәселе сол. Сондықтан мен басқа дінге кетіп қалғандар оралмайды деген мағына неге оған ешқандай көнбеймін, оған сенбеймін. Оралып тұрады адамдар солай. Жалпы енді бүгінгі таңда қоғамда тәңіршілдер деген қозғалыс пайда болды. Енді дін демей-ақ қояйық, қозғалыс деп атасақ дұрыс шығар. Әлеуметтік желіде белсенділігі артты. Мұсылмандарға қарсы пікір айтушылар, Құраннан қате табамыз деушілер, сосын сол ислам дін ұстанушы азаматтардың жіберген қателіктерін алып келіп дінге телу мәселелері қазір тенденцияға айналып отыр. Осы жалпы тәңіршілдер қозғалыс туралы, олардың қоғамға берер зардаптары туралы не айта аласыз? Мынандай бағана ең бірінші әдейіге осыны айттым, өйткені осы сұрақ қоятынымды білдім ғой. Дін және шариғат деген мәселе бар, Матуридиде. Ол енді жаңа бір шариғат құрғысы келеді өздерінше. Есінде болсын, ол ешқашан біздің дінімізді өзгерте алмайды. Көп болса бір процент есептесең, болмайтын да процент ол. Бірақ бізде қасақана сол процентті дабырайтып, ұлғайтып әлеуметтік желілерде көрсетіп жатқан жағдайымыз бар. Айтып отырмын ғой, ритуалының өзі, ертең жаназасын өзі, өмін деп жатқан адамдар болар. Аминді өмінге айналдырып, дінді дін деген сөзге айналдырып, жаназа деп, азал деп. Яғни олар өздерінің керек десең, не только ритуал, өздерінің категорияларын, діни ұғымдарының өзін бір ретке келтіре алмайды дәл қазір жағдайда. Оның өміршең болуы, діни өміршең болуы мүмкін емес та ол. Ағым ретінде бола береді ол. Бұл болғанда дұрыс меніңше. Себебі біз исламнан бұрын кім едік дегенге жауап беріп тұрсаңыз, ол дұрыс, қалай, не болдық, не үшін болай болды дегенге ол біз жауап беріп тұрмыз керек қой. Сондықтан мен тәңіршілерден келетін проблема жоқ, ол қауіп-қатер деп есептемеймін. Ол барлық жерде, мысалы Түркияға барсаң, ояқта да жүр. Ойбай, біз шаман болғанбыз деп айқайлап жүр мысалы. Бірнеше, бір-екі адамның кайфін бұзбай-ақ қояйық, оны жүре берсін. Рахмет. Жалпы осы дін саласындағы көптеген азаматтардың білім берген, тәжірибемен сусындатқан ұстазсыз. Бүгінде осы үлкен теология факультетінің тізгінін ұстап отырсыз. Дінді ізденуші жастарға, сондай-ақ дінді ұстанушы жастарға айтар бір ұсынысыңыз бар ма? Енді мен өзі дін ғылыммен айналысамын. Дін деген өте қызық бір қабат, шын мәнінде. Ішіне кірсеңіз, дінсіз философия болмайды. Дінсіз ғылымда болмайды, идеясыз. Дінсіз әдебиетте болмаған. Сондықтан дін деген қарасаң, анау тахлил дейді ғой жаңағы. Шектелуі, анықталуы, зерттелуі үздіксіз бір процесс та. Мен айтарым, мынау дінге ғылыми танымдық тенденциямен қараған адам әрдайым өзінің жаңағы эмоциясын, ақылын, тәжірибесін қолдана білген адам, ол әрдайым қоғамға пайдалы адам болып шығады ертең. Себебі біздің қоғамда мемлекет институты бар, қоғам институты бар. Мемлекеттің өзі дін институтыменен әрдайым қалай қатынас жасау керек деген өлшемді таба бермейді. Мысалы 30 жыл тапса, 20 жыл таппай қалады, 70 жыл таппаса, 30 жыл тапа алмай қалады деген сияқты. Яғни не айтайын тұрған білген шығарсыз, дінді саясиландырмау керек. Дінді саясатпен өлшемеу керек та. Міне айтарым, дін саясаттан тыс болу керек. Мәселе сол. Егер олай болатын болса, егер тек ғылыммен өлшейтін болсаңыз, мемлекеттік тұрғыдан болсын ба, онда сізде проблема болмайды. Дін проблема болмайды сізге. Дінді бір рет саяси немен өлшеп қоятын болсаңыз, қайтадан сізге соққы болып тиген кезде, сіз ол жерде үлкен зарар шегетін сіз боласыз, қоғамыңыз болады, ұрпағыңыз болатын болады да. Сондықтан дінді саясатқа айналдырмау керек. Яғни шешеңді құралға айналдырмау. Шешеңді мысалы қарның ашты деп базарға барып сатпайсың ғой. Сондай қасиетті нәрсе де ол. Осыдан сақ болу керек. Рахмет. Құрметті Досай Тұрсынбайұлы, жалпы уақыт бөліп біздің арнайы сұрақтарымызға жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың өзіңізге дайындаған блиц сұрақтары бар. Жылдам сұрақ, тосын сұрақ деп атаймыз, және оған жылдам жауап. Досай Кенжетай күн сайын оқитын кітап. Мен өткенде бір ай неде болдым, Анкарада.
Анкарада ислам düşünce enstitüsü var. İslam ойлау институты ғой. Сонда бір проблеманы қарадым. Мен хадис туралы оқымайды екенмін. Хадиске мән бермеппін. Хадистің методологиясы, иә, хадистің діни құжат ретіндегі рөлі, сосын біздің санамыздағы рөлі, сосын қазір ислам фықхы дамып келе жатыр ғой, фықх, жаңағы нормалар қою. Сол кезде қазір хадистің бізді талай сансаққа жүгіртетін қуаты бар екен. Соны күн сайын мен хадистің жаңағы принциптері, идеясы, мектептері, ерекшеліктері, ана фәлсафа мен философиямен қатысы, сол туралы бір қолымда кітабым бар. Құран мен сүннеттің еуромаңлайынша деген. Соны оқып жатырмын. Маған өте қатты ұнап жатыр. Сіздің соңғы оқыған кітабыңыз? Мына соңғы оқыған кітабым Кэрен Армстронгтың кітабын мен өзім аударғам негізінен. О, баяғыда. Соңғы осы өткен айда қайтадан оқып шықтым. Қателіктеріңіз бар ма? Қателіктерім, соның бәрін түртіп отырмын. Әдейіге оқыдым мен, себебі 18 жыл аударған ғой енді. Қанша жыл болды? 5 жыл. 6 жыл ма? Ол кезде анау мотомот дейді ғой, жаңа прямой тікелей аудара беріппіз. Ағылшыны бар, түркшілер, басқасы бар. Соны қайтадан студенттеріме, оқушыларыма жақындату үшін деп оқыдым. Енді бір 30%-тей қалды, соны бітірсем, ана кәдімгі шимақтап, мына жер, әр дұрыс емес жерлерін бәрін жазып жатырмын. Жалпы Досай Кенжетай дін саласында қызметкер болмағанда қандай мамандық таңдар еді? Мен негізі талай мамандық таңдаған, айта алмаймын шын мәнінде. Себебі 10-шы мектеп сыныпты бітіргенде мен юрист болам дедім. Заң сөйтіп Мәскеуге Ломоносов атындағы университетке барып тапсырып құлап, қайтып елге келіп, сөйтіп отқан кезде апрельский пленум дейді Горбачевтың. Бәрі экономист болып кетті ғой. Қайтадан экономист болам деп экономика тапсырдым. Себебі мен математик едім. Математик жақсы көруші едім мен негізінен. Себебі 18 жасында математикадан жаңалық ашқан адам мен. 18 жасында. Мистикалық неме. Кейін оны біреуге бүкіл системасымен беріп жібердім да. Яғни ешқандай университет бітірмей-ақ математикадан жаңалық ашуды олар сенсация деп қабылдады. Бірақ мен өзім онша оған мән бермеппін. Өзімнің қуатымнан да, өзімнің сол негізімде онша не алмаппын, мән бермеппін шын мәнінде. Енді Құдай біледі, мен қазір армандаймын да, мысалға, қазір мынау қоғамдағы мәселелермен жүрегім ауырады. Сосын менде бір сөз бар, айтамын. Қаратауың етегінде жатсам. Қой бағып па? Мына жағымда жаңағы жылқы бағып, мына жағымда қой бағып деп жаңағы сондай ойларға берілетін кезім болған. Одан кейін ғана бізде мұғалімнің ақшасы деген ақша түкке тұрмайтын ақша ғой. Мынау Евразия университетінде істедім. Профессордың айлығы деген жаңағы таксистің айлығынан 2 есе кем да. Сол бір күн жазғам мен, атасына таксист бола салайын. Бірақ енді бәрібір бұл енді біздің өмір салтымыз ғой, ғылым деген осы. Қазір енді бұдан бөлініп шағада кеткім келмейді. Себебі мынау бір ізденіп қалған проблема қайта-қайта миыңнан да шықпайды, жүрегіңнен де шықпайды, қатынасыңнан да шықпайды. Солай екен шын мәнінде. Жоқ, мынаны тастадым, мен кетемдегі дәл именно осы дін саласын мүмкін емес екен. Ал құқықшылар, басқалар, құрылысшылар, басқа мамандық таңдап кетіп бара жатқанын көрдім мен. Мына бәрі болмайды анау. Себебі анау қарасаң, оқымаған, білмеген басқа біреулер бірдеңе айтып тұрған кезде дінге жанашырлық, жауапкершілік адамда оянып, амал жоқ, жүре береді екенсің, айнала беріп, басың айналады. Рахмет. Жалпы уақыт тауып біздің сұхбат беріп, сұрақтарымызға жауап беріп, шынайы мынау блиц сұрақ деген енді кішкене көңілге жағымды. Сондай-ақ өзіңіздің ойыңызды бөлетін сұрақтар ғой енді. Осыған шынайы жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Жалпы мынау Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің белді бір теология факультетінің тізгінін ұстап отырсыз. Бұл факультеттің Құдай қаласа іргетасы қаланып, жұмыстары жанданып, ғимарат салынады деген жаңалықтарды естіп отырмыз. Бұның барлығына да өзіңіз куә болып, соның басқасында жүре беріңіз деп тілек білдіреміз. Жалпы шығармашылық табыс тілейміз. Шәкірттеріңіз биіктерді
белестерді бағындыра берсін. Құрметті тыңдармандар, құрметті оқырмандар, біздің осымен бүгінгі бағдарламамыз тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.